Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сабаққа кірместен бұрын менің Instagram жеке парақшама кіріп, тіркеліп, лайк басып, комментарийді жазуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Оқуларыңыз табысты болсын. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am your English teacher, Nicole. Today we are going to learn the most important part of English language. Yes, it's English alphabet. Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздердің ағылшын тіл бойынша мұғалімдарыңыз Никол. Мені Никол мұғалім деп атауларыңызға болады. Бүгінгі сабақта біз ағылшын тілінің негізін, яғни алфавитті үйренеміз. Бірінші сұрақ сіздерге, ағылшын тілінде қанша алфавит бар, білесіздер ма? Ағылшын тілінде негізі 26 алфавит бар. Ал келесі мына экранда көрсетіп тұрған қызылмен белгілеген ол ағылшын алфавиттің ішіндегі дауысты дыбыстар. Бұл өте маңызды дыбыстар, міндет түрде жаттап алыңыздар. Кейінгі сабақтарда дауысты дыбыс жайлы айтамыз. Бұл бірінші алфавит. Ақпен жазылған үлкен әріп. Үлкен әріпті біз көп жағдайда адамның аты, болмаса мемлекеттің атауы, болмаса қалалардың атауы болғанда үлкен әріппен жазамыз. Ал жанда қызыл реңде тұрған бұл кішкене әріп. Кішкене әріпті біз сөйлемнің ортасында, болмаса сөйлемнің соңына келген кезде кішкене әріппен жазамыз. Ал жанда көкпен белгілеп тұрған ол осы алфавиттің дыбысы. Яғни A деген дыбыс болады. Ал жандағы сармен белгілеген ол қазақша оқылуы A. Ал төмендегі жазылған бұл бесеуі осы алфавиттің сөздердің ішіндегі 5 түрлі дыбыс. Бұл жиі кездесетін 5 түрлі дыбыс. Бірінші дыбыс ә. Мысал ретінде cat, mat. Ал келесі дыбыс A. Мысал ретінде make, cake, take. Келесі дыбыс R. Мысал ретінде car, jar. Ал келесі дыбыс O. Бұл дыбыс А мен О мен ортасындағы О. Бұл өте жеңіл айтылады. Мысал ретінде what, was. Ал соңғысы өте қысқа дыбыс сияқты around, about. Ал келесі алфавит бізде B деп оқылады. Бұл көбінесе сөздердің ішіндегі дыбысы B. Bad, beautiful. Silent деген сөзіміз дыбыссыз. Кейбір сөздердің ішінде бұл алфавит дыбыс берілмейді. Мысалы, lamb. Ал келесі алфавит бізде C. C-дің да екі оқылуы бар. Сөздердің ішінде, мысалы, біріншісі S. Мысалы ретінде city. Ал келесі дыбыс бізде K. Мысалы ретінде cake, can. Ал келесі алфавит бізде D деп оқылады. Ал сөздердің ортасында оның дыбысы D. Day, dot. Келесі алфавит И деп оқылады. Егерде дыбыстың артында екі нүкте болса, онда бұл созылыңқы оқылады деген сөз. Бұл кішкене созылып айтылады. Ал бұл сөздердің ішінде жиі кездесетін дыбыс 4 түрлі. Біріншісі ә, мысалы ретінде bad. Келесі И, мысалы me. Ал келесі дыбыс деген сияқты, мысалы her, her. Ең соңғысы silent, жаңағы дыбыс бермейді. Мысалы ретінде fine, fine. Ал келесі алфавит бізде F. Бұл сөздердің ішінде жиі кездесетін дыбыс F. Мысалы ретінде fine, family. Ал келесі алфавит бізде G деп оқылады. Ода сөздердің ішінде жиі кездесетін дыбыс біріншісі G. Мысалы gender. Ал келесі G. Мысалы ретінде game. Ал келесі алфавит бізде H деп оқылады. H. Бұл сөздердің ішінде жиі беретін дыбыс Х. Мысалы ретінде have. Болмаса silent дыбыс берілмейді. Мысалы hour деген сөзде H дыбыс бермейді. Мысалы honest. Ал келесі алфавит бізде I. Сөздердің ішінде жиі кездесетін 3 дыбыс. Біріншісі I. Mix, fit. Келесі I. Мысалы ретінде bite. Ал келесі алфавит бізде J. Оның жиі беретін дыбысы G. Мысалы ретінде job. Ал келесі алфавит бізде K. Бұлда жиі кездесетін дыбыс біріншісі К. Мысалы ретінде
keep, keep, key, key. Ал келесі silent, дыбыссыз. Мысалы ретінде knife, knife. Бұл жерде к дыбыс бермейді. Келесі алфавит L, L. Сөздердің ішінде жиі кездесетін дыбыс L. Болмаса L. Мысалы light, light. Келесі алфавит бізде M, M. Жиі кездесетін дыбыс M. Мысалы ретінде mother, mother. Келесі алфавит бізде N, N. Сөздердің ішінде жиі кездесетін дыбыс N. Мысалы night, night. Келесі алфавит бізде O, O. Жиі кездесетін дыбыс біріншісі O. Мысалы dog, dog. Келесі O, O. Мысалы hope, hope. Келесі дыбыс O, O. Мысалы ретінде corn, corn. Келесі алфавит бізде P деп оқылады. P. Жиі кездесетін дыбыс P. Мысалы ретінде pie, pie. Келесі алфавит бізде Q, Q деп оқылады. Жиі кездесетін дыбыс мысалы Q, K. Quick, quick. Quarter, quarter. Ал келесі алфавит бізде R. Бұл R деген алфавитқа ерекше тоқталып өткім келеді, өйткені бұның дыбысталуында көп оқушылар қателеседі. Бұл жерде р деп қатты айтпаймыз деп, жеңіл айтамыз. Тілдеріңізді өте қатты бұрап жібермеңіздер. Тек қана р. Мысалы ретінде right, right. Road, road. Ал келесі алфавит бізде S, S. Жиі кездесетін дыбыс біріншісі S. Мысалы ретінде sky, sky. Books, books. Келесі Z. Мысалы rose, rose. Болмаса shoes, shoes. Ал келесі алфавит бізде T, T деген дыбысты береді. Үнемі кездесетін дыбыс T. Time, time. Келесі алфавит бізде U, U созылын қайтылады. Бірінші жиі кездесетін дыбыс бұда A. Мысалы cut, cut. Келесі U, put, put. Келесі алфавит бізде V, V. Бұл жерде жиі кездесетін дыбыс V. Мысалы very, very. Болмаса violin, violin, violin. Ал келесі біздегі алфавит W, W. Бұлда сөздердің ішінде жиі кездесетін дыбыс U. Мысалы wolf, wolf. Wet, wet. Болмаса silent дыбыс бермейді. Мысалы ретінде who, who. Келесі алфавит бізде X, X, X деп оқылады. Сөздердің ішінде жиі кездесетін екі дыбыс біріншісі X. Мысалы ретінде box, box. Ал келесі G. Мысалы exam, exam. Ал келесі алфавит бізде Y, Y деп оқылады. Ал дыбыстары біріншісі I. Мысалы yes, yes, yes. Келесі I. Бұл I жаңағы ұзын I мен қысқа I-дің арасындағы happy, happy. Boy, boy. Ал ең соңғы дыбыс I, I. Мысалы ретінде my, my. Болмаса type, type. Ал ең соңғы алфавит бізде екі түрлі оқылады. Z, Z. Болмаса Z, Z. Жиі кездесетін дыбыс Z. Мысалы zero, zero. Zoom, zoom. Жақсы, барлық алфавитті бір оқып шықтық. Сіздер үйге қайтқаннан кейін қайталап оқуға тиістісіздер. Міндетті түрде жаңағы мен оқығандар бойынша артынан қайталап оқыңыздар. Міндетті түрде оқыған кезде дыбыстарыңызды сыртқа шығарып оқуды үйреніңіздер. Сонда ғана сіздер болашақта ағылшын тілін әдемі сөйлейтін боласыздар. Міндетті түрде қайталаңыздар. Өздеріңіздің дыбыстарыңыз шыққан кезде өздеріңіздің дыбыстарыңыз өздеріңізге тыңдалады. Сонда ғана сіз дұрыс айтып отырсыз ба, болмаса дұрыс емес па біліп отырасыз. Егер ішіңізден ғана айтып отырсаңыз, онда сізге тіл үйрену қиын болады. Сондықтан міндетті түрде
қайталаңыздар. Және жаңа мен айтқан 5 дауысты дыбысты міндетті түрде жаттап алыңыздар. Сабақ осымен аяқталды, бірақ мен сәлден соң осы сабақтың артына қосымша осы алфавиттердің оқылуын видео сабағын және қоямын. Міндетті түрде артынан қайталаңыздар. Және осы 26 алфавитті міндетті түрде жаттап алыңыздар. Ең жақсы өзінің ретімен жаттаңыз. Онда келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. See you next time. Bye.